Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 45-ші сабақ. Бұл сабақта мәтін мен хабарламаның ұқсастығы мен айырмашылығын білесің. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына және тыныс белгісін қолдану арқылы ажырата аласың. Мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа, шағын болады. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. 34-ші жаттығуды ауызша орындап көрейік. Бұл жерде 3 қатарда сөйлемдер берілген. Сол сөйлемнің бірінші қатардағы сөйлемін талдап көреміз. Бірінші хабарламада Айжан туған күнімен құттықтаймын, әсел деген 2 сөйлем берілген. Бірінші сөйлемде Айжан туған күнімен құттықтаймын 4 сөзден тұрады. Екінші сөйлем әсел 1 сөзбен. Хабарламаның мақсаты туған күнін құттықтайтын айтқан және оның әсел екені айтылған. Балалар, 33-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз. Мәтіннен хабарламаны тауып, көшіріп жазамыз. 35-ші мәтінді оқимыз. Онда неше сөйлем бар екенін табамыз. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жазамыз. Мысалы, бірінші сөйлемді табуда сіздерге көмектесейін. Біздің мектебіміз орталықта. Демек, бұл мәтін сөйлемде мектептің орталықта екені айтылған. Жай ғана хабарлы сөйлем, соңында нүкте тыныс белгісі қойылады екен. Ары қарай өздеріміз жалғастырамыз. Балалар, бүгінгі тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.